Қалалық жастар театрында Қазбек Аманжолдың 117 пәтер шығармасы негізінде қойылған «Жалғыз куәгер» драмалық спектаклінің премьерасы өтті. Жаңа қойылым көрерменге отбасы құндылықтары мен адам тағдыры туралы терең ой салды. Спектакль оқиғасы бір пәтерде өрбейді, алайда сол шағын кеңістікте бірнеше тағдыр тоғысады. Сүйіспеншілік пен өкініш, ата-ана мен бала арасындағы байланыс, жалғыздық пен достық секілді өмірлік тақырыптар сахнада шынайы бейнеленген. Қаншама отбасыларды көрдім, қаншама тұрмыс тіршілікті көрдім, бірақ сол отбасылардың жағдайлары ұзаққа бармайды, білмеймін неге екенін. Осыдан 20 күн бұрын осы қойылымды бастап, 20 күн ішінде бір қойылым шығарып отырмыз, және ол қойылым сәтті шықты деген үміттемін. Және бұл қойылымға келетін болсақ, бұл Қазбек Аманжол деген өзіміздің замандасымыздың 117 пәтер деген шығармасының желісімен сахналанған. Біз оның атын «Жалғыз куәгер» деп өзгерткен болатынбыз. Бұл жердегі қойылымның айтар ойы, қозғалатын мәселелер, қазіргі қоғамда белең алып жатырған әйел мен күйеуінің арасындағы отбасылық жағдайлар деген сияқты үлкен мәселелер қозғалады. Қойылымда актер кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін ашуға ерекше мән берген. Көркемдік шешімі мен сахналық көріністері шығарманың мазмұнын толықтыра түскен. Спектакль жалпы айтар ойы көп, көрермен бағасын береді. Біз енді айналамызда спектакль барысында кейіпкерлер, өмір сүріп жатқан кейіпкерлер, бұл айды аспаннан әкеліп жатқан жоқпыз. Қазіргі әлеуметтік драма ретінде халыққа, көрерменге өзінің мақсаты бар, айтар ойы бар спектакль. Премьераны тамашалаған көрермендер актерлардың ойына жоғары баға беріп, қойылымды ыстық ықыласпен қабылдады. «Жалғыз куәгер» спектаклі алдағы уақытта да театр репертуарынан орын алып, өнерсүйер қауымға жол тартады. Айша Жарқынбек, Бақытжан Бегімбай, 77 News.